Зеленский заңсыз президент пе? Өзбекстанға сапарлап барған Путин осындай мәлімдемесін қайталап айтыпты. Бұл шынымен солай ма? Түсіндірейік. Украина конституциясына сәйкес 2019 жылы сайланған Зеленскийдің президенттің мерзімі қызметке кіріскеннен кейін 5 жылдан кейін аяқталуы керек еді. Бірақ биыл наурыз айында елде жаңа мемлекет басшысын сайлау болған жоқ. Енді осыны Ресей билігіндегілер әртүрлі талдап, Зеленскийді заңсыз президентке шығарып жібермек. Бірақ Украина билігі бұны ақпараттық операция деп атайды. Енді Украина конституциясына үңіліп көрейік. Онда тікелей әскери операция кезінде сайлау өткізуге тыйым салады. Мысалы 108 бап, онда қазіргі президент келесі мемлекет басшысы қызметіне кіріскенге дейін өз өкілетін сақтайды деген ереже бар. Бұл принцип биліктің үзіліссіз жүргізілуін қамтамасыз етеді. Бұл дегеніміз, Зеленский келесі президенттің ұлықтау рәсіміне дейін қызметін жалғастыру керек деген сөз. Ал келесі президент сайлаудан кейін ғана анықталады. Сайлау болса, әскери жағдай аяқталғаннан кейін ғана өтеді. Сондай-ақ Украинаның әскери жағдайдың құқықтық режимі туралы заңының 19 бабында соғыс жағдайындағы заңдылық кепілдіктері туралы айтылған. Онда Украина президентінің сайлауын өткізуге тыйым салынған. Әскери жағдайда, әсіресе оккупацияланған жерлерде сайлау өткізу мүмкін емес. Осылайша Ресейдің басқыншылық соғысы басталғалы елде әскери жағдай енгізілген. Бұл кез келген сайлау өткізуге тікелей тыйым салады. Сондықтан Зеленский Украинада да, әлем елдерінде де заңды президент деп танылады. Арнаға жазылып, лайк баса кетіңіз.